Ассалаумағалейкум бәріне. Бүгін болт жасап көрейік. Жұмыс істеу алаңын аламыз. Болтты 6 аламыз да. 6 бұрышы бар. Диаметрін 17-лік кілтке сәйкес келетін қыламыз. Бұны өсірейік. Өсіргенде 6 миллиметрге өсірейік. 6 миллиметрге өсірдік. Оның бетіне 7 миллиметрлік діңгегін орналастырайық. Это 36 болсын өзімді. Осындай пайда болды. Енді бұған хеликс дегенді қосамыз. Дик 11 оборот жасасын. Starting angle 45 болсын. Так. Енді партты көрсетпейсек, сосын бүйтіп алсақ, фронт деп фронтқа келмейді екен, фронтта тұрған жоқ. Фронт емес, райтты алайық. Райтты алдық. Келем екен. Келмей қалды. Онда бұлай істейміз. Аяқта мынаны жоямыз. Ең салған бірінші суретімізге барамыз. Сол суреттің үстіне 6-лықты қоямыз. Сосын өсіреміз. Так, 7 миллиметрге мұны жағын өсірейік. Соттан кейін мынаны көрсетіп қойып, діңгегін где-то 41-ге өсірейік. Осындай болып шықты. Енді хеликсімізді осыған орналастырайық. Бұл 13 start angle 45 деп көрейік. 90 деп көрсек ше. 90 деп көрсек. Окей. Енді басталар жерінен сурет салайық. Партты көрсетпей тастайық. Бұндай. Где-то 1 миллиметрдей. Equal деген қабырғаларын бірдей қылады. Ұзындықтарын 1 миллиметр olsun. 1 миллиметр міне ұзындығы пайда болды. Енді мен өткен сабақтарда өткен swipe дегенді қолданам. Swipe, add, pass деген sweep pass деген жолын көрсетейді. Жолын көрсетем. Содан кейін merge with all. И партымызды көрсетем. Мынандай. Міне болтымыз шықты. Шамалы болтымыздың размерлерін өзгертейік.
все болмай қалды. 2 миллиметр көрейік. Вот. Шамалы құса да. Үстіп болт жасауға болады. Осындай. Бүгінге сабағымыз тамам. Сау болыңыздар.